Қазіргі таңда әрбір адамның көкейінде өз бизнесімді қалай бастаймын деген сұрақ жүр. Мейлі кішкентай кәсіп болса да, отбасына кіріс әкеліп, оны асырауға жараса болды. Осы кәсіпкерлікті қолдауға байланысты қандай мемлекеттік көмектері бар? Оны мен ала аламын ба? Бұл екінші кезекте мазалайтын сұрақтар екен. Бүгін біз осындай мемлекеттік бағдарламалардың көмегіне жүгініп, өз кәсібін ашып, жұмысын дөңгелетіп отырған қармақшылық кәсіп иелері туралы және олардың жұмысының жандануына көмек беріп отырған облыстық кәсіпкерлер палатасының Қармақшы ауданындағы филиалының жұмысы жайлы айтатын боламыз. Армысыздар? Эфирде бизнес бағдары хабары және оның жүргізушісімен Балдырған Мәмен. Қармақшы ауданы тұрғындары өңірлік инвестициялық орталық арқылы қомақты көмек алуда. Ауданда 3000-ға жуық шағын және орта бизнес субъектілері тіркелген. Олардың басым бөлігі саудамен айналысады. Ғарыш айлағына жақын орналасқан аудан бүгінде экспортқа бағытталған өнім түрлерін шығаруға бағыт алуда. Жосалы кентіндегі шағын ғана азық-түлік дүкенінің сатушысы Нұргүл Мәжиева отбасымен бірге өз бизнесін ашу әрекетіне кірісіп те кетті. Олар кәсіпкерлер палатасының аудандық филиалымен бірігіп, шұжық пен түшпара өндіру цехының бизнес жоспарын жасады. Тәулігіне бұл жерде 200 келі өнім өндіріліп, айына 6 тонна өнім шығару жоспарлануда. Бір қуанарлығы, өздерінің жеке шаруа қожалығы бар, яғни шикізат өздерінен табылады деген сөз. Нұргүл болашақта цех ашуды көздеп, ғимарат сатып алған болатын. Қосымша Ресейден цехқа қажетті мұздататын камералар, фарш араластырғыш және басқа да құрал жабдықтар әкелді. Жақын арада цехты ашуға дайындық жұмыстары жүргізілуде. Біз мынау шұжық өндіретін өндіріс ашқалы жатырмыз. Сол жобамызды алып, мынау кәсіпкерлік палатасына бардым. Сол жерде маған палата қызметкерлері көп жәрдемін берді, көмегін көрсетті. Мен ең біріншіден осы кәсіпкерлік палатасының қызметкерлеріне көп рахметімді айтқым келеді. Солардың арқасында мен мынау өңірлік инвестициялық центрден маған кредит алып берді. Сол құжаттарымды дайындауға, бизнес планымды істеуге бәріне көмектесіп, сол жақтан маған 8 миллион кредит бөлінді. Соны алып, енді осы өндірісті ашқалы жатырмын. Шымкентке бардым, Жамбылға бардым, басқа қалалардан да көріп, осы өңірде, біздің өңірімізде осындай шұжық цехы жоқтығына байланысты осы өндірісті ашуға мен бел будым. Енді осы өңірде барлық өзімнің өніммен жаулап аламын ба деген ойдамын. Қармақшылық Расул Сайымбетов өңірлік инвестициялық орталық көмегіне жүгініп, өз кәсібінің қызмет түрін кеңейтті. Автокөлік иелеріне арнайы дүкен ашты. Альбер техникалық қызмет көрсету кешенін салды. Техникалық қызмет орталығында кілем жуып тазалау, автокөлік моторын және басқа да ақауларын жөндеу бөлімдерінен тұратын 3 бокс бар. Бұл жерде көлік жөндеуші шеберлердің жұмысын жеңілдететін көтергіш құрылғылар да алынған. Мақсатымыз бір көлік жөндеу, жуу, ашу, халыққа қызмет көрсету. Осы елбасымыздың жолдауы арқасында осы жобам қолданып жол алды. Осы биыл мен Қармақшы палатасының басшысы Жамбыл Болатұлыны басқарған мекемесінен консультация алып, көріп, жобасын айтып, несие қаражатын қалай алу, бизнес жобасын неғылуға көмектескен. Сол жобам менің келді Қызылорда инвестиция орталығы, басшысы Ерниязов Самат, сол жігіттер жолданып, сол жерден қолдау алды. Құны 15 миллион болды, сол где-то 5 миллион шамасында мен құрал жабдықтар алу үшін сол жерде несие алдым. Осы кезде, мысалы, менде автомобильде 6 адам жұмыс істеп жатыр. Жақын шамасында ашылдық. Келешекте 2-3 баланы оқытып жатырмыз, осы көлік жөндеу жағына. Кәсіп иесі 12 адамды жұмыспен қамтып, жұмысшыларға барлық жағдай жасаған. Кешен демалатын бөлмемен душпен қамтамасыз етілген. Кәсіпкерлер Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық автобан бойынан қызмет түрлерін көрсету кәсібін игеруде. Қармақшы ауданында жүргізушілер мен жолаушыларға арналған осындай қызмет көрсетудің бірнеше орталықтар ашылды. Солардың бірі Оазис кафесі. Сюжетке назар аударайық.
Жеке кәсіпкер Бертлеуова Гүлшат жеке кәсібін 2007 жылдан бастап қызмет көрсету бағытындағы шағын 10 орындық шайханадан бастаған. Кейін ол Батыс Қытай, Батыс Европа автодәлізінің бойынан С санаты бойынша кәсіпкерлік нысанды іске асыру үшін тиісті заңдылыққа сәйкес жер телімін алуға рұқсат алады да аталмыш кафені іске қосады. Жаңадан ашылған қызмет көрсету орталығында кәсіп иесі 20-ға жуық азаматты тұрақты жұмыс орнымен толық қамтып отыр. Бұрынғы кафеміз біздің Самара Чимкент тас жолында болатындығын, ол кейініректен жабылып, осы жаңадан ашылған мына өкіметтің жаңа бастамасымен салынған мынау жаңа тас жол, жібек жолы, соның бойынан өкіметтің қолдауымен осы кафені ашып, былтырдан бері 2015-тің ноябрінен бастадық жұмысты. Шүкір Аллаға, жаман емеспіз, жақсымыз, табысымыз да жақсы. Мына халықтың арқасында, өкіметтің арқасында, бір Құдайдың қолдауымен осындай жерде жұмыс істеп жатырмыз. Ұжымымызда 15-16 адам бар. Бәріміз де жұмыспен қамтылғанбыз. Оазис асханасы 50 орынға арналған және 30 жүк тасымалдау автокөлігіне арналған авто тұрағы да қарастырылған. Бұл жобаны іске асыру үшін Гүлшат Бертлеуова Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасының Қармақшы ауданындағы филиалы көмегімен жүгінеді. Бизнес жобасын жасап, Қызылорда өңірлік инвестициялық орталығына тапсырады. Ол жақтан ұсынылған жоба мақұлданып, 10 миллион теңге несие қаражатын алады. Алынған ақшаға жеке кәсіп иесі Оазис асханасын заманауи үлгідегі құралдармен жабдықтайды. Қызылорда өңірлік инвестициялық орталығына рахметімізді айтамыз. Ол кісілерден 10 миллион қаражат көмек алдық. Жол бойында орналасқан асхана ұжымының қоғамдық тамақтандыру саласы бойынша бай тәжірибесі бар. Олар тамақтың түр-түрін әзірлеп, келушілерге дер кезінде ұсынып отырады. Сондықтан келушілер легі де жетерлік. Кәсіпкерлер палатасының Қармақшы аудандық филиалы бүгінде кәсібін ашамын деген азаматтарға әрдайым көмек қолын созуға дайын. Олар бизнестің қыр-сырын әліппесінен бастап, бизнес жоспар жасауға дейін үйретеді және жобаның оң нәтиже бергеніне дейін сүйемелдейді. Осылайша өңірлік инвестициялық орталық арқылы өткен жылы қармақшылықтардың 14 жобасы қолдау тауып, оның 6-ауы жүзеге асырылды. Елбасымыздың жылдағы дәстүрлі жолдауында кәсіпкерлік саласын дамытуға басымдық беріп отыр. Осы уақытта Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасы Қармақшы аудандық филиалының тарапынан біршама жұмыстар атқарылды. Енді жыл басынан бері осы филиал тарапынан 954 кеңес көрсетілді және де өңіріміздегі екінші деңгейлі банктер мен қаржы институттары арқылы біршама жобалар қаржыландырылған болатын. Атап айтар болсам, осы 2015 жылы құрылған Қызылорда өңірлік инвестициялық орталығы арқылы осы Қармақшы ауданында 14 жобаға қолдау тапты. Екінші деңгейлі банк тарапынан 6 жоба іске қосылып отыр бүгінгі күнде. Өңірлік инвестициялық орталық тарапынан қаржыландырған жобаларға келетін болсам, ол Ақай ауылдық округінен жоба құны 8 миллион тұратын наубайхана цехы ашылды. Наубайхана цехында заман талабына сай Италия еліндегі құрал жабдықпен жасалған осындай ротационный пеш деп аталады. Сол пешпен бүгінгі күнде жұмыс жасап жатыр. Және де осы Жусалы кентішіндегі бұрын соңды болмаған автобекет құрылыс жұмыстары бүгінгі күнде жүргізіліп жатыр. 90% орындалып отыр. Жоба құны 10 миллион тұрады. Сонымен қатар осы 1994 жылдан бері тоқтап қалған шұжық цехы болған. Соны қайта іске қосу бағытында бір кәсіпкеріміз сол жоба құны 8 миллион тұратын шұжық цехын қаржыландырылды. Бүгінгі күнде цехта демонтаж жұмыстары жүргізіліп жатыр. Және де осы заман талабына сай жасайтын авто бекет жөндеу орталығымен және сондай орталық ашылды, бүгінгі күнде іске қосылып отыр. Елімізде неше түрлі бағдарламалар бар. Жаңағы дорожная карта занятости ДКЗ 2020, дорожная карта бизнеса ДКВ 2020 бар. Тағы да Қызылорда өңірлік инвестициялық орталық
деген ашылған. Осы 1 жылдан астам уже қызмет жасап келеді. Сол аяққа да біз өзіміз сүйемелдеу жасаймыз. Ол сүйемелдеудің ішіне бірінші бізге кәсіпкер келген кезде оның анкетасын толтырып, қандай ойы бар, ойын тыңдап, жобасын өзінен ауызша алып, соны біз қағаз жүзінде жүзеге асырамыз. Кәсіпкерлерді қолдаудың тағы бір құралы облыс әкімінің бастамасымен биылдан бастап жүзеге асырылып жатқан микробизнес Қызылорда жобасы. Бұл жоба 6-шы Байқоңыр инвестициялық форум аясында облыс әкімшілігі мен ұлттық кәсіпкерлер палатасы арасындағы келісімшарт негізінде іске асуда. Микробизнес Қызылорда жобасы. Жобаның мақсат міндеті микробизнесті дамыту арқылы жаңа жұмыс орындарын құру, жұмыссыздықты азайту, кооперацияның дамуына жағдай жасау, ауыл шаруашылық өнімдерін қайта өңдеу және терең қайта өңдеу жобаларын іске асыру. Жобаның бірден-бір операторы Қызылорда өңірлік инвестициялық орталығы болмақ. Микробизнес Қызылорда жобасына қармақшылықтардың да жоғары қызығушылық танытып отырғанын кәсіпкерлер палатасының аудандық филиалы мамандары атап өтуде. Одан бөлек бұл бағыт бойынша біраз тәжірибе жинақталған. Өткен жылы Ақниет бағдарламасы аясында 22 тұрғын өзінің шағын кәсібін ашу үшін несие алды. Сонымен қатар Байқоңыр әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы арқылы әлеуметтік жағынан аз қамтылған 40 ауыл тұрғыны да өз кәсібін ашу үшін көмекке қол жеткізді. Қармақшы ауданында шағын бизнесті дамыту мақсатында облыс әкімінің қолдауымен 2015 жылы Ақниет бағдарламасы бойынша 22 азамат қолдау тапты. Барлық жоба құны 13 миллион теңге құрайды. Сонымен қатар жыл аяғында осы Байқоңыр қаржы институты арқылы Қармақшы ауданына 25 миллион теңге арнайы қаралған болатын. Сол қаралған қаржыдан 40 азамат осындай қолдау тапты. Енді ол санаттағы кісілер, жұмыссыз азаматтар, өз бетінше жұмыспен қамтылған кісілер және мүгедектер, осы кісілерге басымдылық берілді. Бүгінгі күнде жобаларға келер болсақ, бал өнімін өндіру және де тігінші, етікші, парикмахер ашам деген кісілер, пельменный цех осы уақытта басым көпшілік осындай уақытта қолдау тауып отыр. Тұрмағанбет ауылында 44 кәсіпкер бар. Олардың көпшілігі мал шаруашылығымен және шағын бизнеспен айналысады. Айнас кондитер цехы 3 жылдан бері жұмыс жасап келеді. Ақниет бағдарламасы аясында Жадыра Махамбетова 550 мың теңге грантқа қол жеткізді. Оған пеш, миксер және басқа құрылғылар сатып алды. Өзіне көмекші етіп бір жұмыс шалады. Ауыл тұрғындарына біздің тәтті өнімдеріміз ұнады. Сондықтан пайда бар, қиындықтан еш қорықпай өз кәсібіңді ашуға болады, дейді Жадыра. 2013 жылы Ақниет бағдарламасы бойынша Россиян Лукойл компаниясының грант иегері болдым. Облыс әкімі Көшербаев сол кісінің қолдауымен осындай қайтарымсыз кредиттің иегері болдым. Сол 2013 жылдан бастап жұмыс істеп жатырмын. Зданияны төрағамыз Пірмантаев ағай осы жалға беріп тұр. 2 жылдан бері осы жерде жұмыс істеп жатырмыз. Өзіміздің қасымда бір жұмысшым бар, бір адамды жұмыспен қамтып отырмын. Қазіргі таңда халықтың сұранысы бойынша күнделікті туған күндерге, тойларға сондай тапсырыспен пісіреміз. Тортты, самса, енді халық не сұрайды, соны пісіріп дайындап береміз өнімдерді. Болашақта осы кондитерскийді кеңейткім келеді, үлкейткім келеді. Мысалы, тапсырыстар көбейсе, төменгі бағамен берсем деген сияқты. Келесі кәсіп иесі Жадыра Ақшалова да Ақниет бағдарламасының грантын иеленді. Ол ауылдан шаштараз ашты. Бүгінде ауыл тұрғындарының өз шаштаразы бар. Өзім осы 25 жылдан бері үйде шаш қиятынмын. Сонан осы Ақниет бағдарламасын жаңағы неге түсіп жатыр дегенді естіп, менде жаңағы жоспарларымызды құрып, осы Ақниет бағдарламасынан ұтқан болатынмын 2014 жылы. Сонан бері
осы 200 мың көлемінде ақша ұттым. Онан кейін осы совхозымыздың жаңағы шаруашылықтың басшысы көмек беріп, осы ғимаратты берді пайдалануымызға. Осы жерде 1 жылдан асты жұмыс жасап келем. Табысым жаман емес. Ауылдың тұрғындары бұрын қалаға қатынайтын, қазір осы жерден оқушылар да, ауылдың жұмысшы кісілер де барлығы осы жерден шаштарын қидырып, немесе боятып, әртүрлі нелерді жасатып кетіп жатыр. Қазіргі таңда Тұрмағамбет ауылында 380 отбасы бар. Оның ішінде 2079 халық тұрады ішінде. Олардың ішінде аудандық кірістер басқармасына тіркелген 42 кәсіпкер қазіргі таңда жұмыстарын атқарып жатыр. Солардың ішінде елбасымыздың саясаты, ауылдық жерде кәсіпкерлік дамыту, оның ішінде микробизнесті дамыту бойынша біршама жұмыстар атқарылып келеді ауылымызда. 2014 жылы тағы да ауылымызда бір жақсы жаңалық орын алды. Ол ауылымызда ветеринарлық аптеканың ашылуы. Оның жоба құны 615 мың теңге. Бұрынғы ол ашылмай тұрған кезде бұрын ауылда енді өздеріңізге белгілі ауылдың басым көпшілігі малмен айналысады. Соған байланысты ауылымызда мал ауыра қалса, яғни мынау қотыр тағы басқа сондайлар мал ауырған жағдайда Қармақшы аудан орталығына баратымыз дәрі алуға. Соған байланысты мінекей ауылымыздан осындай ветеринарлық аптека ашылды. Қазіргі таңда ол ветеринарлық аптека де қазіргі таңда жұмысын жақсы атқаруда. Жалпы Қармақшы ауданында шағын және орта бизнесті дамытуға мол мүмкіндік бар. Қазіргі таңда тамшылатып суаратын жылыжайлар салу жоспарлануда. Осылайша күннен күнге шағын кәсіпкерлік мемлекеттің әлеуметтік экономикалық дамуына үлес қосып, өз аяғына нық тұрып келеді. Бай болу үшін кәсіп керек, ал кәсіп болу үшін бизнес сауаттылық қажет. Әрдайым ізденісте болайық, келесіде жүздескенше.